Жүрек қалың жолақты еттен тұратын 4 қуысты, үлкендігі адамның жұдырығындай жұмыр ағза. Жүрек кеуде қуысында екі өкпенің аралығының алдыңғы жағында ірі қан тамырларға ілініп тұрады. Жүрек сыртынан жүрек қабы, яғни перикардпен қапталған. Эпикард пен перикардтың аралығында серозды сұйық орналасқан. Ол сұйықтық олардың ішкі бетін байлап, қажалудан сақтайды. Жүректің сыртқы қабаты негізінен 3 бөліктен тұрады: эпикард, миокард және эндокард. Эпикард жүректің сірлі қабығы. Ол перикардтың висцералды табақшасынан түзілген. Келесі ол бізде миокард. Миокард жүректің бұлшықетті қабығы. Ол көлденең жолақты бұлшықеттердің талшықтарынан тұрады. Эндокард жүректің ең ішкі қабаты болып табылады. Эндокард қатпарларына қақпақ жармалар түзеді. Адам жүрегі 4 камерадан тұратын бұрыс конус пішінді мүше болып табылады. Оның жоғарғы 2 камерасы жүрекше деп аталатын болса, төменгі 2 камерасы қарыншалар деп аталады. Жүрекше аралық перде жүрекшелерді оң және сол жақ жүрекшеге бөледі, ал қарынша аралық перде қарыншаларды оң және сол жақ деп ажыратуға мүмкіндік береді. Оң жақ жүрекше қарынша аралығында оң жақ жүрекше қарыншаралық тесік орналасқан. Ол 3 шармалы қақпамен жабылады. Ал сол жақ жүрекше қарынша аралығында сол жақ жүрекше қарыншаралық тесік орналасқан. Ол митралды қақпамен жабылады. Жүрекше қарыншалық қақпалар сіңірлі жіпшелер, яғни хорда тендинеяның көмегімен біртүкті бұлшықеттерге мускулус папилляриске бекінеді. Жүрек қарыншаларынан үлкен және кіші қан айналым шеңберлері бастау алатын ірі қан тамырлар орналасады. Сол жақ қарыншада аорта, ал оң жақ қарыншадан өкпе сабауы бастау алады. Сол жақ қарыншадан бастау алатын үлкен қан айналым шеңбері оң жақ жүрекшеде жоғарғы және төменгі қуысты вена арқылы аяқталады. Ал оң жақ қарыншадан бастау алатын кіші қан айналым шеңбері сол жақ жүрекшеде жоғарғы және төменгі өкпе веналары арқылы аяқталады. Жүректің өткізгіштік жүйесі негізінен 2 түйіннен тұрады. Оң жақ құлақша мен жоғары қуысты венаның арасында орналасқан синатриалды түйін мен жүрекше аралық пердеде орналасқан атриовентрикулярлық түйіннен тұрады. Атриовентрикулярлық түйін әрі қарай гиш-шоғырмен жалғасып, пуркине талшықтары арқылы аяқталады. Бұл жүйенің негізгі мақсаты жүректің автоматиясын қамтамасыз ету.